Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін мен сіздермен осындай керемет қытырлақ печеньенің рецептімен бөліскім келіп отыр. Менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады деп сенімдімін. Сіздермен бірге мен Мадина. Бізге керекті заттар: жұмыртқа, қопсытқыш, сары май, қант, шоколад және ұн қажет болады. Ең алдымен шоколадымызға сары майды қосып, микротолқынды пеште ерітетін боламыз. Бұны алдын ала жасап қоюымыз қажет, өйткені біз массаға араластырған кезде шоколадымыз суып дайын тұруы қажет. Енді ұнның үстінен қопсытқышты салып, жақсылап араластырамыз. Ыдысқа жұмыртқаны салып, үстінен қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен еріген салқын шоколадымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнды үстінен салып, аз-аз мөлшерден бір келкі болып шыққанша араластыратын боламыз. Тестамыз дайын, енді табаға құятын боламыз. Печкамыздың табасына осылай пергамент қағазын төсеп алдым. Енді қасықтың көмегімен тестамызды бір-бір қасықтан құйып шығатын боламыз. Тестамызды табаға құйған кезде арасы алыс болғаны дұрыс, өйткені піскен кезде печеньеміз жайылып пісетін болады. Печкамызда 160-170 градуста 15 минуттан пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің печеньеміз дайын. Дәмін өте ерекше деп айта аламын. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Мадина. Каналыма лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда тағы да жаңа рецепттер болады. Қоңыраушаны басып қойыңыздар.